Құрметті қазақстандықтар, баршаңызды Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігімізге биыл 30 жыл толып отыр. Тәуелсіздік бабаларымыздың ақ білек күшімен, ақ найзаның ұшымен келген ұлы жеңіс. Тәуелсіздік бізге міндеттелген бабалардың баға жетпес аманаты. Еліміз өтпелі кезеңнің барлық қиындықтарын жеңіп, әлемдік сахнаға көтерілді. Осы 30 жыл ішінде көптеген жетістіктерге жетіп, өзінің мәңгі ел екенін әлемге паш етті. Осындай маңызы бар тарихи думанда еліміздің туы асқақтап, келешегі өркейе берсін. Сіздерге ашық аспан аясында егеменді еліміздің игілігі жолындағы істеріңізге мол табыс, жан ұяларыңызға береке бірлік, дендеріңізге саулық тілеймін. Көк байрағы желбіреген, бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі мәңгі болғай. Келді міне 30 жыл, тойла қазақ, азаттықтың ақ таңы қуандырып. Биле шаттана, тойда қазақ, өлеңдетейік 30 жыл жыр қалдырып. Шаттандырған қуантып 30 жылдық, мақтан қылған жырлатып 30 жылдық. Тәуелсіздік мерейтой құтты болып, 30 жылды Алла берсін 100 жыл қылып.